Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін біз тіске басар гүлді немесе шарик салатын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 5 ас қасық майонез, 2 картоп, 1 сәбіз, 200 грамм ет, қызылша, 4 жұмыртқа керек. Ең алдымен картопты күштен өткіземіз. Одан кейін жұмыртқаны да күштен өткіземіз. Етті ұсақтап кубик қылып тураймыз. Осыларды бір ыдысқа салып, үстіне өз қалауыңыз бойынша тұз себесіз. Одан кейін үстіне 5 ас қасық майонез салып араластырамыз. Салатымыздың негізін дайындап алдық. Енді қызылшаны және сәбізді күштен өткіземіз. Ол бізде сыртқы қабаты болады. Салаттың негізін дөңгелектеп, шариктер дайындап қоямыз. Міне бізде көлемі жұмыртқадан сәл кішірек дөңгелектер дайын болды. 6 дөңгелекті сәбізге, 6 дөңгелекті қызылшаға аунатып аламыз. Менде тағы 5 шарик қалды, мен оларды көк шөппен жауамын. Міне бізде осындай өте оңай, сіздің уақытыңызды үнемдейтін, дәмді, әдемі салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк қойып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Және менің келесі видеоларымды көру үшін колокольчикті басып қойыңыз.